Біз деген күніге эмоционалдымыз ғой, бір күні қуанамыз, бір күні жылаймыз, жаңағы әртүрлі боламыз. Ер адамның да эмоционалды уақыттары болады. Әсіресе 40-қа жақындаған ер кісілерде 40-тағы күйзеліс. Бұл негізі шынымен әйелдер білу керек. Ер адамда 40-тағы күйзеліс деген нәрсе басталады. Егер де ер адам, жалпы ер адамның табиғатында ел басқару деген нәрсе бар. Оның табиғатында ол патшалық, ел билеу, билікті қолға ұстау оның табиғатында бар нәрсе. Бірақ сондай бір енді ешкімнің барлық адам билік ала бермейді ғой. Уақыт өте келе 40 жасқа келген кезде ол сөзін тыңдайтын адамдар таппай бастайды. Я сен көдіріс дейтін адам жоқ айналасында. Әйелі анау, сол кезде ер адамда үйден қашу процесі басталады. Там рыбалка, я болмаса жаңағы екінші әйел мәселесі қозғалып бастайтыны, ер адам өзін тыңдайтын адамды іздеп бастайды. Осы уақытта 40-тағы күйзеліске әйелі құп болады деп қасында енді барынша шамасы келгенше соны қолдау көрсетіп бастайтын болса, ер адам ол қиындықтан шығады. Бұл 40 жастағы күйзеліс, бұл бәлкім 35 жаста. Бұл қазақ айтады ғой, 30-ында орда бозбасаң 40-ында қамал ала алмайсың дейді. Яғни 30 жасынан бастап ол қамал алатын жасқа келгенге дейін ол сондай бір жүйені қалыптастыру. Сонда ер адамға, енді ер адамдарға айтпасақ та, жалпы ер адам ретінде 40 жасқа дейін өзіңнің ортасы болу керек. Сөзін тыңдайтын, ақылын тыңдайтын, ел ағасы болған кезде қандай ақылың бар, ақылыңды айтшы маған деп алдына келетін шәкірттер болмаса бір інілері болу керек. Бола алмаған жағдайда осы кезде күйзеліске түседі, әйел соны білуі керек. Күйзелісте жүр, біз ғана емес, послеродовой депрессияға түсетін.